Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Мен Астана қаласындамын. Астана қаласының іргесіндегі Талапкер ауылында Торғайдың тарпаң мінезді азаматы 2020 жылы полиция басқармасында қайтыс болған Дулат Ағаділдің шаңырағындамын. Бұл жерге келу себебімен Астанаға келіп тұрып, Дулаттың анасы Батыр анамыз, Гүлбараш анамызға келіп, осы үнемі көріп отырам, біліп отырам, бұл кісі қоғамдық саясаттан үнемі хабардар. Дулат ұлы қайтыс болғанымен үнсіз қалмай, мынау қамауда отырған Думан Мұхаммедкәрім туралы, Марат Жыланбаев туралы, Әйгерім Тілеужан туралы үнемі ойлап, уайымдап отыратын білем. Соған қатысты апаның пікірін алып, сіздердің назарларыңызға, мына биліктің назарына ұсыну үшін арнайы келдім. Енді мен өзім мынау Думан Мұхаммедкәрімді, Марат Жыланбаевты, Әйгерім Тілеужанды енді жазықсыздан жазықсыз түрмеге қамалғанына өте қынжылып, өзім солай ойлаймын. Өйткені енді мысалға біздің Думанымыз басқа не айтты, халықтан 22-ші жылғы болған жағдайды көзімен көргесін соны айтты, шындықты айтты ол. Оған енді сен шындықты айттың деп адам 7 жылға қамай ма? Енді осы мен енді бірнеше енді өзім ютубтан, фейсбуктан көріп отырмын. Ол баламды карцерге қамапты дейді. Оның не жазығы бар карцерге қамайтындай? Ол енді бар өзінің шындығын білгенін айтты. Енді оны аузыңды айтпа, ашпа, аузыңды жап деген болмайды ғой негізінде. Бірақ енді Думан оны айта алмай тағы отыра алмайды. Көзі көріп отқасын, халықтың жағдайын біліп отқасын, сол жөнінде анығын айтып еді. Апарды да ешқандай дәлел жоқ. Оның андай несін тексерген адамның да несі жоқ екен, оны да соны біліп отырмын. Сертификатының несі бітіп қалған, срогі жоқ екен. Біреу бірдеңе деп айтты деп бас салып адамды соттауға бола ма? Енді жазықсыз 7 жылға отырып, бүкіл өмірін құртып отыр. Ол өзінің денсаулығын құртып отыр. Енді аштық қаншама жариялап жатыр. Енді адамда кішкене ибалық, кішкене деген адамгершілік деген болу керек қой. Мына менттер, мыналарың өте ұят нәрсе. Ертең заман дөңгелек, бірде бүгін алдын берсе, ертең артын береді. Сол кезде сіздер қара беттер болып қаласыздар ғой. Енді мынау жастарды соншама қинайсыңдар. Енді мынау Марат Жыланбаев, енді бұл әлемге, жер бетіне әйгілі кісі. Енді ол кісі де өзінің айтқан несін істете алмағасын түрменің ішінде аузын тігіп, қаншама күн аштық жариялап жатыр. Енді олай соның бәрін көре отырып, адамда кішкене бұл 37-ші жылғы, 37-ші жылғы мынау аштық, жаңағы қырғын қазақтан келді деп еді. Міне осы дәп сол осы кезде осы қазақтардан келіп тұр қазір осы балаларымыздың басына. Жап-жас балалардың өмірін құртып жатыр. Енді мына біздің жұдырықтай қызымыз аэропортқа барып, Әйгерім Тілеужан, жұдырықтай бала, қыз бала, тем более аэропортты қалай басып алады деп ойларына сыйғызып, соны қалай 4 жылға соттады екен. Енді Әйгерімнің де мысалға жазығы жоқ. Жұдырықтай қыз, өзі өжет қыз, басымды имеймін, тіземді бүкпеймін деген қалпымен әлі сол тізесін бүкпей, басын имей әлі түрмеде отыр. Осындай азаматшаларымызды ортамызда жүрген әділдік айтатын қыздардың, жастардың бәрін қамағанда, сонда кім қалады біздің немізде? Әділдік айтам деп, мысалға менің баламда өмірден өтіп кетті. Енді ол әлде де жүргенде, әлде де қандай жағдайлар болар еді. Бірақ енді соның бәрін келтірмей өлтіріп тастады ғой. Оның жанында, бер жағында 17 жасар жұдырықтай Жанболатымды да өлтіріп тастады. Оның не жазығы бар? Сәби еді ғой. Бірақ енді осының бәрін айта беріп, енді шаршап та кеттік. Бірақ енді халықтың өзі, халық неге көтерілмейтін білмеймін, неге барып, неужели соларды қорғай алмаймыз? Енді біздің жарайды, өміріміздің көбі кетіп, азы қалды. Біздің артымызда келатқан ұрпағымыз бар, немереміз, шөбереміз бар. Солардың өмірі не болады? Қазір бір күнгі жеген тамақтарына мәз болып отырсыңдар. Енді ондай олай нетуге енді қалай нелеріңіз бар? Енді халық деген халық бірігу керек қой, негізі бірігу керек, халық шындықты айту керек. Енді кеше мысалға Тоқаевтың өзі кім қалай сөйлесе де өзінің құқығы бар дейді. Ол сонда қалай айтып отыр? Ол біздің сонда қазақ тіліне деген өзіміздің құрметіміз жоқ па?
сонда қазақ тілін ол орысша сөйлейді екен деп біз сонда орысша сөйлеуіміз керек па? Олай біздің жеріміз, тіліміз болмаған жерде жеріміз де жоқ. Жеріміз болмаған жерде тіліміз де жоқ. Енді осының бәрін біліп отырып, басшыларымыздың, депутаттарымыз ешқайсысы ауыздарын ашпайды. Енді неужели кеше ассамблеяда солай деп ол кісінің аузы қалай айтты? Енді мысалға 22-ші жылы жүгіріп шығып, ескерусіз оқ ат деп те айтты. Енді ол сол жерде титтей жұдырықтай 4 жасар Айкөркемнің не кінәсі бар мысалға? Ол соғысқа шықты ма? Ол аэропортқа барды ма? Ол митингіге шықты ма? Жұдырықтай Айкөркемді де атып тастады ғой. Халықтар көздерін көріп отыр ғой. Кішкене ойласу керек. Міне, құрметті көрермендер, бұл биліктегілерге де, яғни Ақордада отырған ақ жағалыларға да, құлақтарын алтын сырға, айтқан кезде қарапайым халыққа да, қоғам өкілдеріне де айтылған анамыздың жүрек жарды сөзі, яғни ел бірігіп өзінің азаматтарын қорғай алу керек, биліктегілер шындық айтқандарды қамай бермеу керек. Бұл ешкімге де опа әпермейді, ешкімге абырой әпермейтін іс. Анамыздың сөзін тыңдадыңыздар, сіздер не ойлайсыздар? Пікір жазыңыздар, таратыңыздар.